Сәлеметсіздер ме оқушылар? 7-ші сынып биология сабақтың тақырыбы өсімдіктің өсуі мен дамуына жарықтың әсері. Сабақтың мақсаты өсімдіктің өсуіне жарықтың әсерін түсіндіру. Бағалау критерийлері: өсімдік өсуіне жарықтың әсерін түсіндіре алады. Жарық сүйгіш өсімдіктерді көлеңкеде өсетін өсімдіктерден ажырата алады. Жаңа сабақты бастамастан бұрын үй тапсырмасын тексеру. Фотопериодизм дегеніміз не? Биоырғақты қалай жіктейміз? Мысал келтіріңдер. Фотопериодизм дегеніміз тірі ағзалардың жарық күн ұзақтығына байланысты өзінің физиологиялық үдерістерін өзгерту қабілеті фотопериодизм деп атаймыз. Биоырғақты қалай жіктейміз? Биоырғақ екіге бөлінеді. Ол ішкі биоырғақ және сыртқы биоырғақ. Ішкі биоырғақ дегеніміз адамның жүрегінің ырғағы, тыныс алу мүшелерінің жұмыстарын айтамыз. Сыртқы биоырғақ дегеніміз жылда қайталанып отыратын ырғақты атайды. Мысалы, жердің өз-өсінен айналуы, күн мен түннің болуы, жердің күнді айналуы, ол жаңа қыс 4 мезгілдің болуы, қыс, күз, көктем, жаз және ай фазалары, айдың тууы, толуы, аяқталуы деген сияқты фазаларды сыртқы биоырғақ деп атайды екенбіз. Жаңа сабақты бастамастан бұрын бейнематериалды қарап алайық. Өсімдік жапырақтарының түнде жабылуы қозғалыс пен сезімталдықтың мысалы болып табылады. Жарықтың тәуелділік ауытқулары немесе күн режимі организмдерді күндіз және түнде тіршілік етуге тәуелдеткен. Бұл құбылыстар әрбір организмге тән түрліше көрініс береді. Мысалы, намаз шамгүл өсімдігінің гүлі күн батысымен ашылса, күнбағыс өсімдігі ақшамда жабыла бастайды. Организмдер тіршілігіндегі мұндай процестер жарық мөлшеріне ғана емес, сол сияқты тәуліктік күн мен түннің кезектесіп келуіне және оның ұзақтығына да байланысты болады. Өсімдіктердің тіршілігіндегі жарықтың маңызы. Өсімдіктердің басым бөлігі үшін энергияның басты көзі жарық. Сондықтан жарық өсімдік ағзасына әсер ететін маңызды абиотикалық факторлардың бірі. Әртүрлі экожүйеде жарық дәрежесінің ерекшеліктеріне әртүрлі бейімделген өсімдіктер өседі. Жарық дәрежесінің қарқындылығына бейімделуі бойынша өсімдіктер экологиялық топтарға бөлінеді. Жарық сүйгіш өсімдіктер ашық кеңістікте өседі. Жарық дәрежесі жеткіліксіз болса, бұл өсімдіктер нашар дамиды, немесе тіршілігін жояды. Жарық сүйгіш өсімдіктерге қарағай, түймедақ, қант қамысы, бидай, жол желкен, өгейшөп жатады. Көлеңкені ұнататын өсімдіктер керісінше тікелей күн сәулесі түсетін жерде нашар дамиды. Олар көлеңкелі жыраларда, орманның көлеңкелі жерлерінде өседі. Мұндай өсімдіктерге саумалдық, інжугүл, қазтабан, әйкен жатады. Енді осы жарықтың маңызы, өсімдіктерге жарықтың маңызын дәлелдеу мақсатында асбұршақтың өсімдігінің өсуіне жарықтың әсері тәжірибе жасап көрейік. Тәжірибе: асбұршақтың өсуіне жарықтың әсері. Бұған қажетті құрал жабдықтар: асбұршақ дәндері, жоңқа салынған 3 стақан және қараңғы шкаф. Жақсы суарылған 3 стақандағы жоңқасы бар 3 стақанға асбұршақ дәндерін салып, біреуін жарық жерге қойып, екіншісін қараңғы шкафқа, үшіншісін де қараңғы шкафқа қойып, бірақ та күн тәулігіне 60 минут жарық беріп, сондай тәжірибе жасаймыз. Сол тәжірибенің нәтижесінде жарықта тұрған асбұршақтың өскіні 3 күннен кейін 4 сантиметрге өскенін көруге болады. Қараңғыда тұрған өскін
1 сантиметрге өседі. Ал күніне тек қана 50 минут жарық салған жарық берген өсімдік 2,5 сантиметрге өскенін көруге болады. Мына жерде жарықта және қараңғыда тұрған өсімдіктердің сызғыш арқылы өлшеу арқылы жаңа өсімдіктердің қанша сантиметрге өскенін көруге болады. Асбұршақ өсімдігінің ұзындығын өлшеу. 3 күннен кейін жарықта тұрған өскін 4 сантиметрге өскенін, қараңғыдағы шкафтағы өсімдік 1 сантиметрге өскенін және қараңғыда күніне 60 минут жарық берген өсімдіктің өскіннің 2,5 сантиметрге өскенін көруге болады. 7 күннен кейін тексергенде 18 сантиметр жарықта тұрған өсімдіктің өскенін, 15 сантиметр қараңғы шкафта тұрған өсімдіктің өскенін, 20,5 сантиметр қараңғыда бірақта 60 минут жарық берген өсімдіктің өскенін көруге болады екен. 10 күннен кейін 25 сантиметр жарықта тұрған өсімдіктің, 24 сантиметр қараңғыда тұрған өсімдіктің және қараңғыда 60 минут берген өсімдіктің 31 сантиметрге өскенін көруге болады. Енді осыны қорытындылай келе, қараңғыда тұрған өсімдіктерге қарағанда жарықта өсірілген өсімдіктердің түсі қанық, буынаралықтар саны көп, жарықта тұрған асбұршақта жапырақтар пайда болады, түсі жасыл, яғни хлорофилі бар, фотосинтез үдерісі жүре алады. Бұл өсімдік әрі қарай дами алады. Яғни өсімдіктер жақсы өсу үшін күнделікті жарық қажет екенін дәлелдеп отырмыз. Енді үйге қарапайым тәжірибе жасаңдар. 1-2 бөлме өсімдігін алыңдар. Олардың біреуін қараңғыға, екіншісін жарық жерге қойыңдар. Бірнеше күннен кейін не байқағандарыңды дәптерге жазып қорытынды жасаңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.